Сәлем достар, бүгін мен сіздерге красный бархаттың рецептімен бөлісетін боламын. Рецепт ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен красный бархаттың салмасына бізге жұмыртқа қажет болады және қант. Осыны жақсылап араластырасыздар. Сіздердің торттарыңыздың көлеміне байланысты сіздердің жұмыртқаларыңызды сонша саласыз. Егер де көп болсын десеңіз, үлкен болсын десеңіз, торттың сонда жұмыртқаны да көп саласыз. Осылай жақсылап миксерлейміз қантпен. Осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, бір стакан айранға осындай топ декордың красный деген цветінен краситель аласыздар. И бір қасық салып, араластырып көресіздер. Егер де цветі қызыл болып жатса, онда нормально деген сөз. Мен тағы да кішкене қостым. И осыны араластырып, жаңағы салмамызға саламыз. Салып болғаннан кейін, осылай жақсылап араластырамыз. И ұнымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн қажет, какао және разрыхитель. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Сонда біздің красный бархатымыз жақсы көтерілетін болады. Осылай өпи-пайда да мен осылай жасаймын. И осыны 3 бөлікке, 4 бөлікке бөліп, миксермен жақсылап араластырасыздар. Осылай шашырауы мүмкін сіздерде қазір видеодағыдай уайымдамасаңыздар болады. Өстіп араластырып болғаннан кейін сұйық май қосасыздар. 3 ас қасық қоссаңыздар болады. Сонда асты жабыспай шығады бізде. Осы красный бархат жасаған кезде менде міндетті түрде барлық жерге шашырап сондай болады. Сондықтан мен осылай сүртіп аламын барлық жерлерді. Сіздерде де осындай болуы мүмкін. Сондықтан ыдыс алған кезде сіздерге шұңқыр болған дұрыс. Енді осылай мынандай лопаткамен не істейсіздер, араластырасыздар, жақсылап араластырасыздар, жақсылап видеодағыдай. И осындай сіздерде катсуп жасап аламын. Мен осындай дөңгелек шер, осындайлар сіздер үйлеріңізде бар шығар. И осы бойынша салмасын салып отырамын. Біркелкі қып равномерно жаямын видеодағыдай қып. Қалған. И градусқа келетін болса, печкаға 180 градуста қызып тұрған пешке саласыздар. Міндетті түрде қызып тұрған болу қажет. Мінекей біздің корждарымыз пісті. Менде көтерілмей қапты, негізі көтерілу қажет еді. Мен айранның орнына сүт қосып едім. Содан шығар деп тұрмын. Негізі бұрын айран қосқан кезде жақсы болатын. Так что сіздер айран қосыңыздар. И мен 21 деген диаметрді алдым. Сантиметр. Осы бойынша торт жасайтын боламын. Осылай менде кольцо бар осындай. И бір келкі қылып кесіп алсаңыздар болады. Творожный кремнің рецептін менің YouTube каналымда видеосы бар. Сонымен жасасаңыздар болады. Творожный крем деп тұрады. Сілтемесін міндетті түрде видеоның астына тастап кетемін. Содан қарайсыздар. Мінекей тура видеодағыдай қып жасайсыздар.
Негізінен холодильникке осылай үстін жауып кальциямен қойып қойсаңыздар бір күнге күшті болып тұрады, енді прям айта алмаймын. Мен бірақ уақытым тығыз болғандықтан кальцияны алып тастадым да үстінен крем жағып бастайтын боламын. Менде мынандай қалай айтсам болады, лопаткам бар, сол лопаткамен жасайтын боламын. Шпажкамды таппай қалдым, қайда екенін білмеймін даже. Вот осылай қасықпен саласыздар да, и осындай атын ұмытып тұрмын. Осымен жақсылап равномерно жайып шығасыздар ғой, тура видеодағыдай қалып. Осылай жасап болғаннан кейін жаңа кождардың сыртында сіздерде мынадай артылып қалды да, осыны енді измельчать ету қажет. Менде бірақ уақытым тығыз болды, и бізде измельчатель жоқ, поэтому осылай қолда бармен жасап жатқан түрім бұл. Осылай жасайсыздар, и посыпка қылып осылай сыртынан салып шығасыздар, осылай равномерно қылып. Әртүрлі қылып әсемдеуге болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді дәмі күшті болып шығады, красный бархаттың. Егер де рецепт ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.